Апай, мен түшіп келем давай. Данияр, ұялмайсың ба? Сыртқа шығып келем деп сұрамайсың ба? Түшіп келем не сыналардың? Енді WhatsApp-қа түрін жаздау. Апайды зарлатпай жауап бермеші ана группаға. Надо уже 9:30 болды, әлі жазып жатыр ғой. Апай, что-то біздікі ашылмай жатыр ғой. Соны айтам, енді білмеймін мына жерде. Қазір түстен кейін кішкене босаған шығар деп өзім осы уақытта қосылғандарын көрейінші деп ойлағам ғой. Иә, үзіліп кетті, мына дұрыс естілмейді, қиын ғой, иә. Қыздар қалай болады екен? Апай, тапсырманы WhatsApp арқылы беруге болмай ма екен? Мына мен қиын болатын сияқты ғой. Кеш жарық, ата-аналар, қалдарыңыз қалай? Мен түк түсінген жоқпын, мынаған ше миым жетпей жатыр. Олай да көрдім, бұлай да көрдім, жаңағы телефонға кіріп көрсем память жетпей тұр деп, сондай миым ашып тұр, енді ше не істерімді білмей. Мен түсінбеймін ондай нәрсе. Просто бір күні келді, больше вы не являетесь. Айналайын ұстаздар, сіздерге рахмет. Мына біз 3 баланы, 4 баланы оқытамыз деп, мына миымыз деген ағып шіріп кетті. Сіздерге низкий поклон, сіздерге тап алтын медаль тақса да болады екен. Рахмет ұстаздар, айналайын сіздердің мына балдарға білім бергендеріңе мыңда бір Алла тағала Алладан қайтсын қызметтерін. Мына коронавирустардан аман есен құтылып, балдарымыз Құдайым алтын ұя мектебіне бара қойсын. Айналайын сендерге рахмет ұстаздар, рахмет сендерге. Алла қарсаған тағы да бір сұрақ. Гипоплазияның клиникалық көріністері. Тез жауап бер. Апай, бұл кезде жалпы клиникалық көрінісі өткенде оқыдым, қазір апай айтып берем. Есіме түсті апай, біріншісі түсінің өзгеру, екіншісі жетілмей қалу, үшіншісі аплазия болады, жүйріктің өзі. Апай, короче, мен манағыны істей алмайым, құрсыншы мен қатыспайым сабаққа. Мейлі, балапан қосып өйтіп отпайым, миым шітпейім, тастаңдар сылай бол. Кеш жарық дегенге бірдеме дәптер арнай ма? Кеш жарық деген ауа райы ғой. Мысалы, ауа райы не отқан, бұлттың жағдайы, жаңбыр қалай жауады туралы, сол туралы кеш жарық дейді. Кеш жарық дегенге сабақ бар ма? Кеш жарық дегенге арнайы бір дәптер айнайды. Оңынан кеттік қой тек. Айналайын, кеш жарық деп семен сәлемдесіп жатыр, содан кейін барып распи сәлем жіберіп жатыр. Мынау не қуып отыр? Кеш жарық деп жазғанда просто точка қоймаған ғой. Күлкімді тия алмай отырып әлі Ой, живой анекдот. Кеш жарыққа дәптер арнаймыз дейді. Алло, Бұл кім? апайың ғой, неге менің телефонымды алмайсың? Апай, мен туалеттем, кейін хабарласам. Тапсырмаға дұрыс жауап бермегенсің, 2 жыл оқыдың ғой. 2 жыл оқыдым, апай, мен туалеттем, кейін. Апай, мен түшіп келем давай. Данияр, ұялмайсың ба? Сыртқа шығып келем деп сұрамайсың ба? Түшіп келем не сыналардың? Енді WhatsApp-қа түрін жаздау. Андай болса да, мен ұйықтап қалам ғой. Апай ұйықтап қалдым, группаға кіруге бола ма деп. Апай, айтқаннан барып көруге бола ма? Жақсы. Дәл ғой дейді. Ағай, кино тәт шесі жаушы, ағай, жақсы.